Мен Орынбай Нұргүл, 5-ші сынып оқушысы. Қарқаралы 1824 жылы Ресей империясының әскери бекінісі ретінде құрылған. 1868 жылдан уездік қала мәртебесін алған. Орталық Қазақстандағы тарихи-мәдени орталық. 1930, 1934 және 1936 жылдан бастап Қарағанды облысының Қарқаралы ауданының орталығы. Қарқаралы тек әкімшілік орталық қана емес, сонымен қатар қазақ елінің тарихымен біте қайнасқан, табиғаты мен тарихы ұштасқан қасиетті мекен. Табиғаттың әрбір сыйы баға жетпес байлық. Жасыл орман сыбдыры жүрекке тыныштық сыйлайды. Таудың асқақтығы арманға қанат береді. Көлдің мөлдірлігі жанның тазалығын еске салады. Ұлысты ұйыстырып, руды ұйытқан ұлт анасы Қарқабатты білмейтін жан беймәлім шығар. Кешегі қаз дауысы Қазыбек бидің арғы әжесі әйелде болса, ел анасы атанған ер жүрек батыр анаға Қарқаралы қаласында ескерткіш қойылған. Құнанбай қажы мешітті ағаш бөренелерді қиюластыра орналастырып, бірде-бір шеге қолданбай жасалған 2 қабатты ғимарат. Архитектуралық жоспар бойынша бұл ғимараттың ені 15 метр, ұзындығы 11, ал мұнарасының биіктігі ұшар басына дейін 17 метр құрайды. Қарқаралы қаласының оңтүстік батысында 5 шақырым жерде орналасқан, ұзындығы 60 метр, ені 40 метр, орташа тереңдігі 2 метр болатын құпиялы көл. Суы мөлдір, түбі тастақ, суы сіңбейді. Оңтүстік батыс солтүстік жағаларын қоршап тұрған жартастардың биіктігі 10 метр және одан да биік. Қар, жаңбыр суымен толығатын көрінеді. Ұшар таудың басында тостағанға құйған судай болып жарқырап жататын ағынсыз айдын көл.